Hello everyone, how are you today? The theme of our lesson, I want it now. Саламатсыздар ма? Құрметті қатысушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы I want it now. Мен бұны дәл қазір қалаймын, мен қазір осыны қалаймын. Today we speak about adjective and adverbs and the types of numbers. Бүгін біз сіздермен сын есім және adverbs, наречие, шылаулар туралы сөйлесеміз. Және ағылшын тіліндегі сандардың түрлері туралы сөйлейміз, жақсы ма? Ал егер де осы түсінікті болса, онда біздің грамматикалық сабағымызға барайық. Ең алдымен мен сіздерге ағылшын тілінде adjective және adverbs дегенді түсіндірейін. Adjective and adverbs. Міне, adjective дегеніміз қазақша ол бізде сын есім, прилагательный ағылшын тілінде, енді adverbs дегеніміз бұл бізде наречие. Вот, вообще біз қай кезде қолданамыз adjectivті? Біз adjectivті көбінесе, яғни зат есімді сипаттағанда қолданамыз, иә? Мысалы, big house, да? Мысалы, үлкен үй, немесе beautiful girl. Яғни осындай зат есім, иә? House зат есім, girl зат есім. Яғни осыны сипаттаған кезде біз, яғни adjectivті қолданамыз. Енді adverbsті біз қайда қолданамыз? Adverbsті біз көбінесе керісінше етістікті сипаттағанда қолданамыз. Мысалы, мен бір мысал келтіре салайын, қалай екен? Мысалы, it is a slow car деген, мынау өте баяу машина екен деген, өте баяу машина. Ал енді мен мысалы іс-әрекетті осы slow деген сөзбен сипаттайтын болсам, онда мен айтамын, мысалы, ақырын жүрекші деп айтқым келіп тұр, ақырын деген сөзбен. Так, let's walk slowly. Міне сіздер көріп тұрғандай, мен ақырын, медленный деген сөзге, қандай деген жерге slowly, ly-ді қосқан кезде, ол бізде уже шылауға айналып кетеді. Как деген сұраққа жауап берді? Қалай ақырын жүрекші, қалай жүрек ақырын. Міне, енді бізде көбінесе шылаулардың барлығына, енді сіздер түсініп отқандай, біз adjectiveға ly-ді қосу арқылы біз adverbs алып отырмыз, adverbs шылауды алып отырмыз. Енді бірақта барлық етістіктерге, то есть сын есімдерге біз бұны қоса алмаймыз, себебі сондай бұл ережеге бағынбайтын сын есімдерде бар, бізде наречие жасалмайтын. Енді қараңыздар, мен сіздерге қазір бір мысалдар келтіріп кетейін, қай шылауларға ly-ді біз қосу арқылы, сын есімдерге ly-ді қосу арқылы шылау жасай аламыз. Мысалы, they walk quickly. Так, quickly. Мұны ly-ды қосып, quickly тез, қалай тез, а quickly ол да тез. Енді қазақша кішкене бір-бірінен ажыратылмайды, қазақ тілінде, бірақ орыс тілінде quick быстрый, ол quickly быстро. Сонда біз ly-ді қосқан кезде бізде ол, получается, о әрпіне айналып кетеді, орыс тілінде. Түсінікті. Енді қараңыздар, сіздер білесіздер, осы бізде ағылшын тілінде біз алдыңғы сабақтарда шылауларды өтіп жатырмыз, ол зат есімнің шылаулары бар, уақыттың шылаулары бар, бүгін, ертең деген сияқты. Сонымен қатар осындай мына сын есімнен жасалынатын бізде шырайлар бар. Мысалы, he spoke, біз бұны әр уақытта қолдана береміз, осы шақта да, өткен шақта да қолдана береміз. Quietly, мінеке, quiet, тихий, quietly, тихо. Сонда мынауды тыныш, анауды тыныш. Енді, мысалы, hard деген сөз бар. Біз оны ағылшын тілінде hard деген сөзіміз и тяжелый, и тяжело болып та қолданыла береді. Сол сияқты fast деген бар. Мысалы, быстрый и быстро деп қолданыла береді. Бұндай сөздер көбінесе жаңағы неге жатпайды. Шылаулы сөздерді біз осылардан, мысалы, clean деген бар, clean. Clean. Яғни бұл сөздерге де біз ly-ді қоспаймыз. Қоспаяқ біз осындай екі жақта да оны қолдана береміз. Сын есім ретінде де, және бізде
шығай ретінде де осылай біз қолдана береміз. Енді басқа да сөздер бар, көбінесе сөздер бар. Ол сөздерді біз қалай, оларды қазір мен сіздерге жазып беремін, сіздер сол сөздерді жай ғана жаңағыдай өздеріңіз жаттап аласыздар. Мысалы, бізде good деген сөз бар, хороший, хорошо деген well болады. Біз мысалы ешқандай ly-ды жалғамаймыз. Түсінікті, Енді, егер біздің сын есіміз y әріпіне аяқталса, біз оған ly-ды қосатын кезде, біздің y әріпіміз I әріпіне айналып кетеді. Мысалы, easy, яғни, біз бұған ly-ды қосатын болсақ, y-ға айналып кетеді. Easily. Көрдіңіздер ме? Мысалы, happy, бұған ly-ды қосатын болсақ, happily. Счастливо, легко деген сияқты, яғни осындай сөздер болады. Бұл сөздерді яғни көбінесе жаттап алу керек сіздерге. Fast, hard деген сөздерді, себебі олар ешқандай өздеріне ly деген шылаудың, яғни жұрнағын өзіне жалғамайды. Яғни осы сіздерге түсінікті болса, келесі давайте біз өзіміздің сандарға көшейік. Біз сіздер білесіздер, мынаны былай шетке қойып қояйын, ағылшын тілінде сандар бар. Бізде сандар бар. Біз осы сандармен қалай жұмыс жасаймыз? Негізі ағылшын тілінде есептік және реттік сан есімдер бар, сіздер білесіздер. Есептік ол 1, 2, 3, 4, 5, 5-ке дейін өзі келтіріп қояйын. 1, 2, 3, 4, енді 5. Мінеке. Бұл бізде есептік сан есімі, есептігіміз 1, 2, 3, 4, 5 деп. Енді сіздер білесіздер, бізде сонымен қатар реттік сан есім бар. Ол кезде 1 де болған кезде өзгереді first, 2 болған кезде second, 3 болған кезде third, яғни 1, 2, 3 дегенді жаттап алу керек. Third. Қалғандарында 4-дан бастап біз өзіміздің осы есептік сан есімізге th-ті қоса береміз. Мысалы, 4, fourth, 5, fifth. Деп, осылай біз өзіміздің th-імізді қоса береміз. Енді 6, 7 ары қарай миллион санына дейін даже біз th-ті қоса береміз. Бірақ та 21-ші деген кезде қайтадан 21st деп s-пен айтып кетеміз. Енді ағылшын тілінде осы 0 деген санымыз бар, оны сіздер енді түрлі қылып естисіздер, оның өте распространенный деп өте таралған түрі 0. Одан кейін көп жерде o дейді, немесе былай жаза қояйын. Деп жазады. Өте көп жерде осылай қолданады. Немесе бізде nil дейді, nil. Осы 0 санын осылай сіздер айтсаңыздар болады. Енді біз неге бұл 0 санына келіп отырмыз? Себебі ағылшын тілінде сіздер қандай да телефон номерін айтатын болсаңыздар, любой телефон номер, онда 1-0 болсын, 2-0 болсын, біз оны 0-0 немесе 0 деп айтып кетеміз. Телефонның сандары, мысалы, айтайық, мысалы, мынандай сан айта салайық. Жоқ, 0 қоя салайық. Енді қараңыз, осы санды айту үшін бізге біртіндеп айту керек телефондарды. 8, 7, 7, 5, 8, 4, 4, 5, 5, 8, 0. Немесе 8, 0, немесе 8, 0 деп сіздер айтасыздар. Телефонның, осылай телефондарды біз біртіндеп айтамыз. Соны, яғни, жаттамаңыздар. Енді біз мысалы ағылшын тілінде жылды айтатын болсақ, мысалы 1907 жылы деге, біз қалай айтамыз? Біз санды 2-ке бөлеміз, 1907 деп. Сонда бізде 19, и o, немесе 0, 0, 7. Міне, осы арқылы біз өзіміздің жаңағы год жылды айтқан кезде біз үстіп айтамыз, түсінікті. Енді көбінесе сіздер білесіздер сағатты айтқан кезде де, мысалы біз 1-ден 5 минут кетті деп айтқымыз келсе, негізі
5 past 1, иә, осыны көп қолданамыз. Бірақ та көп жерде мынандай нәрсе естулеріңіз болады. Мысалы, 13-тен 5 кетті деп жаза қойын қазір. 0,5 кетті деп жаза қойын. Енді, мысалы, 13, иә, қараңыз, 5. Міне, сіздер, яғни осылай да естісеңіздер болады, 13:05 дегеніміз, яғни бізде 13-тен 0,5 минут кетті деген сөзіміз. Енді көбінесе сіздер көп андай формальный разговорный, да, яғни ресми тілдерде 5 past, например, 13 p.m., 5 past 1 a.m. деген сияқты ғана естисіздер. Көбінесе 13 дегенде қолданбайды, 1 деп қолданады. Просто a.m., p.m. деп естіп отырасыздар, иә. Енді одан бөлек жаңағы жылдарды айтты, оларды білесіздер, иә. Не болады? Немесе басқа да бір қандай да бір праздниктар болсын, оларды айту үшін, мысалы, біздің арасында оларды сызықша болады. Енді біз бөлшек деп айтуды айтайық. Мысалы, 1-ден 2 дейікші, иә. Мынау мысалы бізде 1-дің жартысы ғой. Сондықтан жарты деген бізде a half деп айтсаңыздар болады, иә. A half деп айтсаңыздар болады. Немесе бізде ары қарай кетеді. 1 сызықша half деп айтсаңыздар болады. Так, 1 half. Енді, мысалы, 1-ден 5 дейікші, міне 1-ден 5. Ол кезде сіздер бірінші 1 дегенді қолданасыздар. Міндетті одан кейін сызықша 5 деп, яғни осыны қолданып кетесіздер. Ары қарай, мысалы, 1-ден 100, 1 и 100. 1 сызықша 100. Осылай біз жаңа бөлшектерді айтамыз. Бірінші буынымыз, бірінші бізде 1 дегеніміз өзі есептік сан есімде болады да, келесі бөлшектегі санымыз бізде th реттік сан есімде келеді. Міне сіздер көрсеңіздер, реттік сан есімде th-ті біз қосып отырамыз, иә. Ал енді мысалы 2-ден бастап айтатын болсақ, 2-де 7, иә. Мысалы, бұл жерде 2 сызықша 7, міне, 7 деп біз осылай қолдана береміз. Енді одан бөлек бізде, яғни ағылшын тілінде, яғни нүктемен айтылатын сандар бар, оны орысша не дейді? Тысячные дроби дей ма? Или десятичные дроби дей ма? Сонда айтады дроби. Енді ол жерде қараңыздар. Мысалы, 2.0-ден 0,2. 0,2 деп айту үшін ағылшын тілінде біз қалай айтамыз? 0 point, например, 2. Мына point 2. Біз мысалы 0.2. Енді немесе 1,100-ден 5 дейікші, мен 0-ға акцент қойғым келіп тұр. Бұл жерде 1. Так, олардың қайда кетті? 1 point, міндетті түрде point 0.5 дегенді міндетті түрде қолданамыз. Так, егер бұл жері сіздерге түсінікті болса, ал давайте мынандайды қолданайық. Қазір мен жоғары көтере салайын, сіздерге көріну үшін. Мысалы, мен 3.0.05 дейікші, ал мына жерде қалай қолданамыз? 3 point. Енді қараңыздар, бізде 2.0 ғой. 0.0, яғни 0.0 деп қолданасыздар. Одан кейін келесі санды 5 деп қолдана береміз. Егер осы жері сіздерге түсінікті болса, енді процент осылай айтыла береді. Percent деп, 1%, 10%, мысалы 255% деген сияқты проценттеріміз біздің айтыла береді. Ақшаға келгенде де доллар, евро, немесе pounds деп, теңге деп біз қолдана береміз. Жақсы ма? Енді плюсті plus дейді, минусты minus дейді, көбейтуді by дейді, бөлуді divided дейді. Жақсы. Егер осы түсінікті болса, давайте біз біздің бүгінгі немізге барайық, платформамыздағы сабаққа барайық.
Ең алдымен бізде writing тапсырмасы. Мінекей writing тапсырмасын ашамыз. Қазір айналып жатыр. Ой, так. Қазір күте тұрайық, платформамыз жетті, біздің істемей жатыр. Платформамыздың writing істеді. Writing тапсырмасын ашамыз. Мына жерде біз бүгін өткен adverb немесе adjective қоюымыз керек. Мысалы, текстті оқисыз, біріншісі busy. Бізде қалай? Adjective сынесің ба, немесе шылау ма? Quickly. Сынесің ба, шылау ма? Жазып шығасыз. Біріншісі adjective, екіншісі adverb деп. Одан кейін екінші тапсырмада мына жақшаның ішінде берілген сөздерді біз дұрыс формада қоюымыз керек. Adjective немесе adverbs ретінде қоюымыз керек. Мысалы, екеу тұрса, мына екі сөзді де қолданамыз. Енді қараңыз, I have not worked too hard lately деп біз өзіміздің қойып шығамыз. Үшінші тапсырмамызда біз жақшаны ашып, яғни сынесінде немесе шылауда қойып шығуымыз керек. Жақсы, егер осы тапсырма сіздерге түсінікті болса, келесі тыңдалым тапсырмамызға көшейік. Тыңдалым тапсырмамызда міне сіздер көріп тұрғандай, мұнда аудио бар. Осы аудионы естисіздер мұқият. Аудионы тыңдап болғаннан кейін қандай санды естідіңіздер, сол сандарды көшіріп жазып шығасыздар. Екіншісі, осы тапсырмада да мұқият тыңдайсыздар, қандай сандар естисіздер, соларды жазып шығасыздар. Ал үшінші тапсырмамызда 5 спикер сөйлейді. Сол 5 спикердің жаңағы қайсысы не туралы айтты, соны тыңдайсыздар. Мысалы, мүмкін бірінші спикер осы әңгімеде тамақ пісіру туралы айтса, 1 дейсіздер, шопинг туралы айтса, 2 дейсіздер, немесе 3 дейсіздер. Осылай өздеріңіздің естіген варианттарыңызды қойып шығасыздар. Жақсы. Енді келесі бізде видеоны мұқият қарап шығасыздар. Adjective және adverb туралы. Ол біздің грамматикамызға байланысты келесі сабақта қолданылатын видеоматериалды көріп өткеннен бізде сіз осы видеоматериалды көрді деген галочка тұрады. Келесі бізде speaking, сөйлеу. Сөйлеуде біз қандай тапсырмалар орындаймыз? Қазір айналып жатыр, ашылсын. Бүгін ақырын істеп тұр біздің интернетіміз. Кешірім сұраймын. Енді сұрақтарға жауап берулеріңізге тура келеді. Біріншісі, мына 5 сұрақ. When is your birthday? Сіздің туған күніңіз қашан? What is the number of your house and building? What is the population of your town or city? What is the average price of buying or renting a 2-bedroom flat in the year? And what percentage of the day you are normally spent working or studying? Осы арқылы біз сұрақтарға жауап бересіздер. Ары қарай екінші біздің тапсырмамыз, мына суретте не көріп тұрсыздар өздеріңіз, қанша адам бар, сіздердің ойларыңызша олар не істеп жатыр, мүмкін олар эксперимент істеп жатыр ма? Сол сұрақтарға жауап бересіздер. Ол үшін микрофонды басасыздар. Микрофонды басып болғаннан кейін біздің сабаққа кіресіздер және сол тапсырманы орындайсыздар, жібересіздер, то есть. Келесі reading тапсырмасы оқылым. Бұл жерде міне сіздерге текст берілген. Бұл текстті мұқият оқып шығасыздар, аударасыздар. Содан кейін мына жерде текстқа сұраққа жауап бересіздер. Дұрыс болса, мысалы дұрыс, осылай оның definition тауып. Келесі мынау сұрақ тұр, сұрақтың астында 3 жауап тұр. Соның қайсы подходящий, соны таңдайсыздар. Және мына астына оның ат-бетін жаза қоясыздар. Ол біздің reading. Енді мен homework'ты түсіндіріп берейін сіздерге. Homework'ымыз қалай жасалынады? Homework'та барлық тапсырма болады. Оқылу, жазылу, тыңдалым, естілім. Енді міне мына текстті оқисыздар, оның астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Екіншісі тыңдалым. Мына текстті тыңдайсыздар мұқият, және бұл қай жерде орналасқан сіздер айту керексіздер. Бірінші спикер қай жер туралы айтып отыр, келесі спикер қай жерлер туралы айтып отыр деген сияқты.
Келесі writing, бұл өткен шақты біз өткенбіз алдыңғы сабақта, сол өткен шақты болымды және болымсыз түрде қоюымыз керек. Және соңғысы мына жерден 5 тақырыпты таңдайсыз, сол 5 тақырыпқа жауап бересіз. Любой 5 тақырыпты таңдап, микрофонды басып, 5 сұраққа жауап бересіздер. Құрметті қатысушылар, егер сіздердің бізге платформа бойынша немесе сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, сіздер бізге общий чатымызға, WhatsApp-тағы сояққа жазсаңыздар болады. Және күнделікте сіздерге өздеріңіздің расписанияларыңыз бойынша сіздерге ссылка жіберіп отырады. Сол ссылкаға сабаққа кіріп, сабақты тыңдап, сояқта практиковать етіп, басқа қатысушылармен бірге, яғни өзіңіздің сөйлеміңізді, естуді, оқуды, жазуды, яғни осы 4 қабілетті ары қарай арттырсаңыздар болады. Сіздерді келесі сабақтарда күтеміз. Ал енді мына үй тапсырмасын орындауда сіздерге сәттілік. Bye.